Қайырлы күн баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіз. Арнаны қолдап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Көп рахмет. Текетірестің басы. Мұхамбет ағайын туысқанмен араны жалғап жатқан алтын көпірде еді. Ет жақын туыстарын ойлап, уайымдап жүретін. Уақи алған соң, ол жақын бауырларым хақтың іліміне жалғанып, надандықтан тезірек құтылса екен деп армандады. Бір күні уақи келді. Әй, Мұхамбет, Әбутәліптің әулетін жинап, оларға исламды үйрет деді. Ол бүкіл туысқандарын жинады. Оларға Алла қалаған жаңа діннің мәні мен мағынасын түсіндірді. Дастархан басында Әбулақап та отырған. Ол сол кезде дәулетті байлардың қатарында саналатын. Кедейленген туыстармен аралас-құраласты қош көрмейтін. Мұхамбеттің ғарып міскіндерге тегін тамақ тарататын салтын жиі сынайтын. Оның есіл дерті Меккедегі ықпалды байлардың бірі болу еді. Сондықтан Мұхамбеттің жалпы бірлік пен ортақ адамшылық туралы үгіт насихатын жақтырмай отырып тыңдады. Мұхамбет сөйлеп болғанша қабағы бір ашылмады. Сәті келсе, оның әңгімесін үзіп жіберіп, Меккедегі қазіргі байлардың нендей нығметтерге бөленіп жатқаны туралы айтқысы кеп, зорға шыдап отырды. Бір кезде ол ақыры сөз алды. Әй, Мұхамбет, айтып отырған әңгімең дұрыс әрине, бірақ осы күні көшеге шығудан қалдық. Жұрттың бәрі бізді көрсе, ана сиқыршы Мұхамбеттің туысқаны деп сөз саптайтын болыпты. Сыртымыздан саусақ шошайтып сөйлейтіндердің де қарасы көбейіп барады. Сен бала абыройды төгіп болдың ғой. Сені ата-баба жолын бұрмалап, өзін пайғамбар санайды деп айыптап жатыр. Шырағым, Мұхамбет, расында да Араптан қашан пайғамбар шығып еді? Пайғамбарлықты сол яһудилерге ақ берсейші. Солардың да бізден пайғамбар шыққан деп мақтанғанда бізден озғаны шамалы. Ештеңені өзгертпей ақ осы қағбамызға ие болып, кімсің, Құрайыш болып отыра берсек жетпей ме? Қасиетті қағбаның зияратынан түсетін зор байлық бәрімізге жетеді деді. Мұхамбет іші қаншылап тұрса да, әдеп сақтап, оның сөзін бөлмеді. Өзінікі дұрыс болса да, ешқашан өзеуреп сөйлемейтін. Жасы үлкенмен жағаласып ақыл айту оған тән емес еді. Ол жай ғана жымиды да, ағалар, тағы да қайталап айтамын, менде ерік жоқ, бәрі де Құрайышқа қағбаны нәсіп еткен жомарт Алланың қалауы деді. Әбулақап, Мұхамбет, өзіңді ерекше көрсетуге тырыспа, біз де есек тағалап жүрген жоқпыз. Қайтсек, сол қағбаның қасиетін бойымызға сіңіріп, Меккенің абыройын асырамыз деп жүрміз. Құрайыштың қамын жалғыз өзің жемей ақ қой деді. Әрине, Алла нені қаласа сол болады деді Мұхамбет. Болса болсын, бұдан былай бізді жинап ақыл айтқаныңды доғар. Түсінбеймін, осы саған не жетпейді? Жетімнен өсіп жетілдің, талай байдың арманы болған ақылды әйелге үйлендің. Құдайға шүкір, бала шағаң бар. Саудаң жүріп тұр. Ішкенің алдыңда, ішпегенің артында. Осыған шүкір деп неге жайыңа жүрмейсің? Айтшы, қане неден кемсің деді ағасы. Аға, дұрыс айтасыз. Дүниеден кенде емеспін. Хадиша мен осыншама бала шағаны нәсіп еткен ұлық Аллаға сансыз мадақтар болсын. Бірақ Меккенің халқы надандыққа әбден батты. Бізге мейірім шапағат жетіспейді. Мен осыны ойлап қынжылам. Інім, айналайын, күлкімді келтірме. Кедей кепшікке тегін тамақ таратып жүргеніңе неше жыл болды? Кәне, солардан тапқан мейірім шапағатың. Қиялдай бермей түс қара жерге. Тіршілік мында болып жатыр. Сен бізді жаһаннаммен қорқытпа. Ол жаққа барып келген ешкім жоқ. Көзің соқыр болмаса, сол сен айтып отырған мейірім шапағат Меккеде толып тұр. Сіз оны қайдан көріп тұрсыз? Мықтылардың әлсізді қамырдай үйлеуі ме? Әлде өзіңіз сияқты адам баласын құл қылып ақысын жеу ме? Әй, Мұхамбет, осындай адам баласы тең, бәрін сүйіңдер деген сияқты уағыздарды ана әхлі кітаптар көп айтушы еді. Саған да жұғыпты ғой солардың ауруы. Сен бізге үлгі қылып отырған кітап иелерінің біреуінде қағба сияқты құтты мекен жоқ. Құдайлары мен пайғамбары артық болса, соларға бір қағба салып бермей ме? Қара сен, жыл сайын біздің қағбаға мен деген елдердің бай-шонжарлары арнайы келіп құрбан шалады. Солардың арқасында Құрайыштың ұлдары тамақты жатып шеді.
құмның ішінде отырса да шалқып өмір сүреді. Алланың мейірім махаббаты деген осы. Елді адастырмай тыныш тіршілігіңді қыл, деді ағасы. Әрине ағасы, іні ретінде сізге ілтипат көрсетіп тыныш қана жүргім келеді. Бірақ қазаншының өз еркі қайдан құлақ шығарса деген. 18 мың ғаламның падишасы не қаласа соны жасай береді. Бізден ақыл сұрамайды. Оған менің әмірім жүрмейді, деді. Осыдан соң отырғандар үнсіз тарасты. Назарларыңызға көп рахмет. Оқыған Перизат Әділқызы. Арнаға жазылып лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда қызықты әңгімелер күтіп тұр.